Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан мінсіз керемет болып шығатын өте дәмді сметаник пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен сіздерде де керемет шығады. Тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай ұнды ыдысымызға салып аламыз, оның үстінен разрыхлительді саламыз, екеуін осылай кішкене араластырып аламыз. Одан соң ванилинді саламыз, ванилин болмаса міндетті емес. Одан кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз. Енді осылардың барлығын осылай араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай лопаткамен араластырып алдым. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң басқа ыдысқа осылай жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен шекерді қосамыз. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Екеуі бір-бірімен жақсылап араласуы керек. Жаңағыдай шекеріміз еру қажет. Осылай біркелкі араластырамыз. Содан соң жаңағы массамызға осы жұмыртқалы массаны қосамыз. Барлығын жақсылап салып аламыз. Және енді песочное тесто жасаймыз. Осылай араластырамыз, қамыр жасап аламыз. Егер сіздерде ұны аздау болып жатса, тағы да кішкене ұн қоссаңыздар болады. Бірақтан көп қосып жібермеңіздер. Көп болып кетсе, қамыры қатты болып қалады. Піскен кезде де қатты болып тұрады. Осындай жұмсақ болып тұру қажет. Міне қараңыздар. Дәл осындай қамыр шығу керек. Бұл бізде универсальный қамыр. Көптеген осындай пирогтарға қолдануға болады. Енді бұны пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. 20 минут жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Енді ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақты саламыз ыдысымызға, оның үстінен шекерді саламыз. Және де оның үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Енді осылардың барлығын араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша. Енді оның үстінен жұмыртқаларды жарып салып аламыз. Және оны да жақсылап араластырамыз. Міне бізде салмамыз дайын болды. Ішіне қосатын начинкамыз. Енді қамырды тоңазытқыштан алып, осылай қолмен жайып аламыз формаға. Осылай жақсылап жайып аласыздар. Міне жаймен, қолмен осылай жасай берсеңіздер, өзі жайылады. Міне осылай шет-шеттеріне шығарып, жақсылап жайып аламыз. Шеттерін вилкамен осындай әдемі етіп, біркелкі етіп жасап қоюға болады. Мен осылай тесіп аламын қамырды. Енді осыған жаңағы начинкамызды салып аламыз. Барлығын жақсылап саламыз. Және де бұны қызып тұрған пеште 170-180 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Пісуі өз пештеріңізге байланысты негізінен. Мүмкін жарты сағатта пісетін шығар, мүмкін 35 минутта пісетін шығар. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Толықтай суыды бөлме температурасында. Толықтай суығаннан кейін барып формасынан босатасыздар. Толықтай суу үшін 1-2 сағат уақыт кетеді. Содан соң барып формасынан босатып, одан кейін кесіп дәмін көруге болады. Міне кесіп көріп жатырмыз. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ, әдемі болып шыққан біздің пирогымыз. Қазір алып көрсетемін, ішін көріңіздер. Міне
өте әдемі, дәмі де керемет. Тапсырысқа жасауға да болады. Немесе үйге қонақ келетін кезде жасасаңыздар да дастарханның көркін ашатын, шаймен ішкенге де өте жақсы, дәмі керемет пирогтардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.